Так, бұл бейне сабақта ядролық физикаға байланысты күрделі бір есепті шығаратын боламыз. Сонымен мен берілген оқиын. Пайдалы әсер коэффициенті 25% болатын. Так, қаламды шығарып алайын. Пайдалы әсер коэффициенті 25% болатын атом электр станциясының қуаты 1 миллион киловатт. Бір жылға жұмсалатын уран 235 изотопының массасын анықтаңдар. Уранның бір ядросы ыдырағанда 200 мегаэлектрон вольт энергия бөлінеді. Белгіні бастап жазайық. Пайдалы әсер коэффициенті 25%. Оны коэффициентпен аламыз біз 0,25. Енді атом электр станциясының қуаты дейді. П тең болады 1 миллион киловатт. Миллион деген оның 6 дәрежесі, кило деген оның 3 дәреже екен қоссақ, оның 9 дәрежесі болады. Сонда қуаты оның 9 дәрежесіндей ватт. Енді бір жылға жұмсалатын дейді. Яғни бір жылға деген не? Ол уақытты көрсетіп тұр. Бір жыл. Бір жылдағы уақытты табамыз. Яғни бір жылдағы уақытты секундқа айналдырамыз. Бір жылда 365 тәулік бар. 365-ті 24 сағатқа көбейтеміз. 24 сағатты 1600-ге өтеміз. Сонда бізде шығады 3,16 көбейтілген оның 7 дәрежесіндей секунд шығады екен бір жылдағы уақыт. Уран 235 изотопының массасын анықтаңдар. Уранның бір ядросы ыдырағанда, яғни ыдырағанда, так, Е0 200 мегаэлектрон вольт. Мегаэлектрон вольт. Және бізге не керек? Уранның МР малярлық массасы. Уранның малярлық массасы, так, бет жазайық, 0,235 килограмм бөлінген моль. Килограмм бөлінген моль. Енді бізге не істеу керек? Бір жылға жұмсалатын уранның массасын табу керек. Енді бізде есептеу кезде мына Е0-да, мысалы мынау мегаэлектрон вольттармен берілсе, сонымен пайдаланып беруге болады. Ал бізде мына басқа қуат, тағы басқа да физикалық шамалар араласқаннан кейін мына мегаэлектрон вольтты біз не істейміз? Джоульға айналдырамыз. Так, Е0 көбейт. Осының мәнін, яғни мына мегаэлектрон вольтты Е деген, яғни электронның несіне шамасына көбейтсек, бізде джоульға айналады. Сонда мега деген 6 дәреже, мына 2,0 8 дәреже болады. 2 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі көбейту. Е-нің мәні қанша? 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне тең. Енді 1,6-ға 2 көбейтеміз қанша? 3,2. Енді минус 19 дәреже плюс 8 дәреже қанша шығады? Минус 11 дәреже шығады. 3,2 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі. Мұнан джоульмен жазамыз. 3,2 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесіндей, так, минус 11 дәрежесіндей джоуль. Енді бізде мынау есептеп болдық. Бұны тақтаға сыймайтынына байланысты біз бұны өшіріп тастайық. Жалпы қалай шығаруды көрдік. Енді ең бірінші біз молекула кинетикалық теорияда жалпы дененің массасы берілген кезде элементтің, оның несін, сол элементтегі молекула санындағы формуланы үйренгенбіз. Ол М бөлінген МР көбейтілген N авогадро саны. Енді кванттық физикада көрсеткеніміздей энергия неге тең? Қуат пен уақыттың көбейтіндісіне. П көбейтілген П. Енді энергияның тағы бір табу формуласы бар. Ол пайдалы әсер коэффициентті көбейтеміз оның энергиясына. Ал енді мынау бұл энергия жалпы неге тең? Бұл жалпы энергия тең болады Е0, яғни бір ядродағы энергиямен ненің көбейтіндісіне, сол ядролардың санына. Қанша ядро бар, сонша бір ядродан бөлінген энергия, осыны көбейтсек, жалпы элементтің бөлінетін энергияны таба аламыз. Енді мына Е-нің орнына Е0 көбейтілген N-ді қояйық. Мына N-нің орнына нені қоямыз? Мынаны қоямыз, Так жазайық. Сонда Е0 көбейту М бөлінген МР көбейтілген N
Енді так мына теңестірейік. P көбейтілген T тең болады. Это көбейтілген E-нің орнына, мына E-нің орнына мынаны апарып жазамыз. Мынаны. Мынаның барлығын сол E-нің орнына апарып жазамыз. E нулевой көбейту M бөлінген MR көбейтілген N. Енді осы жерден бізге нені табу керек? Массаны табу керек. Мына массаны табу үшін мынаның барлығын мына жаққа өткіземіз. Сонда масса тең болады. Мына MR ғана осы мына шамалардың бәріне қарама-қарсы болып тұр, бәріне бөлініп тұр. MR-ден есе мына P-ға көбейтеміз. Мына P көбейтілген T көбейтілген MR бөлінген, енді мына это E нулевой көбейтілген N барлығы мынаның бөлінуіне келіп түседі. Это көбейтілген E нулевой көбейтілген N осының бөлінуіне келіп түседі. Енді бізде бұның барлығы қандай? Белгілі шамалар, тек мәндерін орнына қою ғана қалды. Қуаты 10-ның 9 дәрежесіне тең киловатт, 10-ның 9 дәрежесінде ватт, Т уақыт 3,16 бөлінген 10-ның 7 дәрежесінде секунд. Көбейту уранның MR 0,235 бөлінген пайдаластар коэффициенті 0,25 көбейтілген E нулевой бір ядросы ыдырағандағы энергия 3,2 көбейтілген 10-11 дәрежесінде джоуль. Көбейту N авогадро саны, оны білеміз, 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Енді бізде осының бәрін есептейміз. Оны есептеуді білеміз, дәрежемен көбейтіп. Сонда бізде шығады 0 жоқ, жалпы айналдырып есептейік, 2 көбейтілген 10-4 дәрежесі шығады. Дәл осыны есептейтін болсақ. Оны, яғни біз массаны таптық, оның өлшем бірлігі килограмм. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.